Қаладағы жасыл желектерді суару жұмыстары басталып кетті. Десекте қала әкімі Нұрдәулет Қилыбай көгалдандыру маусымына қатысты жұмыстарды тағы бір пысықтап алды. Қаланың кейбір жерлеріндегі суару жұмыстарына тіршілік көзі тасымалмен жеткізіледі. Шаһар басшысы сол жұмыстарға жұмылдырылатын барлық техникаларды өз көзімен көріп, жауаптыларға бірқатар тапсырмалар берді. Суды тасымалдауға 50 техника іске кірісіпті, барлығын қосқандағы судың көлемі 300-ден аса текше метрді құрайды. Айта кетейік, қаланың көгалдандыру жұмыстары Ақтау тұрғын үй және Ақбота коммуналдық мекемесінің міндетіне жүктелді. Мамандар қаладағы азайып бара жатқан өсімдік түрлерін көбейтуді жоспарлап отыр. Биылғы жылға өзіңіз білетіндей Ақтау тұрғын үй мекемесі көгалдандыру жұмыстарымен айналысуға кірісіп жатыр. Ақтау тұрғын үй мекемесінің бүгінгі жұмысы ол сумен қамтамасыз ету, периметрдегі трубопроводтармен мына көріп тұрған водовоздар арқылы. Екінші мекемеміз оның суаратын Ақбота мекеменің жұмысшылары болады. Жұмыстың барысы міне көріп тұрғандай водовоздарымыз ертеңнен бастап суару жұмыстарына, яғни шағын ауданның ішіндегі КСК-лардың суарылмайтын жерлерін өзіміз суарып бастайын деп отыр жұмыстарымыз ертең. Сезон полива уже начат. Городская администрация в текущем году придает особое внимание поливу и защите зеленого массива. Уже принят ряд нововведений. К примеру, придомовые зеленые насаждения будут поливаться из подвальных помещений, причем горожане не будут платить за эти объемы воды. Также в областном центре внедрен комбинированный метод полива. То есть, где есть централизованное водоснабжение, орошение будет проводиться из трубопровода. Остальной объем флоры с помощью водовозов. Их наличие и состояние проверил лично актауский сити-менеджер. В общем, на полив бросят 50 автоцистерн общей вместимостью более 300 кубометров воды. Напомним, что в этом году за полив и озеленение города ответственность несут два коммунальных предприятия. Это Ақтау тұрғын үй и Ақбота. Помимо высадки многотысячной партии цветов и деревьев, в Ақтау планируют спасти имеющийся зеленый фонд, который прилично поредел за последнее время. В текущем году особое внимание уделяется поливу деревьев внутри микрорайонов. Заключены договоры с 44 КСК города. В середине апреля 27 КСК начали полив самостоятельно. Также отремонтирован и подключен центральный водопровод. Надеемся, что в этом году работа по озеленению будет более продуктивной, нежели в прошлом.